Илк сефер Кырым-татар халқының құрылтайы ярымаданың тышында. Ноябрьнің 12-сінде Киевде 6-й чағарылыш Кырым-татар милли құрылтайының конференциясы кечті. Кырым-татарлар оларның юксек темсили векелетлі органы ишғал шартларында насыл етіп çalışacағы қында қарар алмақ үшін топлаштылар. Конференцияның эсас сойларынден бірісі құрылтай делегатларының векелетлеріні uzatma meselesi oldu. Тәсілатлыжа Имран Усиновның левхасында. На конференцию делегатов Құрылтай делегатларының конференциясына 300-ге якын адам келді. Қырымдан делегатлардан ғайры мұсафірлер де келіп чықты. Оларның арасында ең чоқ Қырым-татар милли әрекетінің ветеранлары ве-фааллер. Айрыжа конференцияға Украина Юқары Радасы Веназирлер кабинетінің темсилчилері де қатылды. Konferensiyanın vazifesi toplanılan delegeler ardından müzakere edilgen mevzularına bağlı arizalar, beyanatlar, çağrılar, müracaatlar kabul edilmesi. İşte ekibim 13. sene 248 kurultay delegesi saylanmıştı. Şimdi bana bu dakikada o masalarımızın yanından registratören geçken 71 delegemiz bu salonda katıldı. Количество делегатов во время заседания күн девамында рақам 76 делегатқа қадар артты. Георгий Лагвинский факырынже Құрылтай конференциясы ве оның қарарлары ялныз Кырым-татарлар үшін дегілде, умумен бүтін Украина үшін де муимдір. Россия сделала все для того, чтобы Русия Қырымда адамлар қорқып асыл аққа тарафында бақмасынлар деп, елерінден келгенні япты. Бұның арасында Қырым-татарларға қаршы жинайетчілер межлесінің ясағы. Бұл ерде топланғанлары Русия тарафындан япылған әрекетлер ишлемегеніні көстерелер. Олар адамлар елерде де аққатқа, Украинаға ве өз халқына қол тұтмаға девам етмек азыр олғанларыны көстерелер. В свою очередь, турецкий Украинадаки Туркия элчisi Йонет Жантезел Түркия Қырымның қанунсыз илхақыны қануни тарафından kabul etilmesi için asla yol vermeyeceğini bildirdi. Kırım-Tatar davasına, haklı davaya desteğini ifade etmek üzere bu toplantıya, bu açılışa geldim memnuniyetle. Ve hem Ukrayna makamlarının hem başka bazı yabancı ülke ve teşkilatların da burada temsil edildiğini gördüm. Bundan da memnun oldum. Söylediğim gibi amacımız burada Kırım-Tatar halkının haklı davasında yanlarında olduğumuzu tekrar göstermek, ifade etmek. Один из главных вопросов, обсуждаемых в этом конференцияның эсас суалерінден бірісі Құрылтай делегатларының векелетлеріні uzatma meselesi oldu. 6-й Құрылтайның делегатлары 2013 senesi сайланылған еділер. Bu senenin октябрь ayında шымдыки делегатларының салахияты бите. Ama шымдылық ишғал шартларында демократик сайлавлар кечірмек үшін имкан yoxtur. Ишғал ве меджлесінің ясағы шартларында Құрылтай делегатларына янынан сайламаға имкан yok. Делегатлар демократик сайлаулар кечірмек имкан пейда алғанына қадар вазифелеріні девам етежек. Помимо этого Bundan ғайры делегатлар Русия әкіметі или ишбірлік епханларыны меджлистен чықардылар. Bu jedvelге 240-тан 18 делегат кірді. Мандаттан марум етув. Бу ось мұқадиратны тайын ету фаққы. Вежғалжелер или ишбірлікні көз асла тұтмай. Также внесены изменения в регламент. Bunun или вақтынжа ишғал шартларындаки Құрылтайның иш тәртібіне, яғни регламентіне деңішмелер көрсетілді. Конференцияға келіп оламаған делегатларға күн тәртібінің лейхалары язма шекілде yollanılacak. Böylelikнен олар да қарарларға sadece имза қойып, рей беріп olacaklar. Имран Усинов, Тимофей Сорокин, UATV.